Қазір бізге дүниетану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын шарттық шеңберінде тұрып, көңіл күйімізді көтеріп алайық. Қане, енді менің қолымда қиған қағаздар бар. Буындар беріледі. Сол буындардан біз сөздер құраймыз. Сол сөздер арқылы топтарға бөлінетін боламыз. Қазір келіп, мына жерде бірінші топ денсаулық топ, екінші топ тазалық топ, үшінші топ гигиена топ. Бәріміз өздеріміз топтарымызға отырып, бірінші топ денсаулық тобы, екінші топ тазалық тобы, үшінші топ гигиена тобы. Енді бәріміз тақтаға назар аударайықшы. Кір қоймас, мультфильмнен үзінді көреміз.
Olmazsa uçta kırılabilir. Өте жақсы. Балалар, енді осы баланы қалай айтамыз? Қандай бала ол? Жарайсыңдар. Кір-қожалақ бала дейді. Сол себеп содан заттары қашықты бала. Енді балалар, ол балаға ұқсамас үшін біз не істеу керекпіз? Тазалық сақтау керек. Тазалық сақтау керек дейді. Қолымызды жуумыз керек. Қолымызды жуумыз керек дейді. Балалар, енді бүгінгі сабақта балалар, осы тазалық туралы әңгімелесетін боламыз. Сиқырлы кәрзге ойнамайшы балалар. Мінекей сиқырлы кәрзге. Сиқырлы кәрзгенің ішінде не бар екен? Көрейікші. Сиқырлы кәрзгенің ішінде балалар жұмбақтар бар екен. Жұмбақтар шеше аламыз ба? Иә. Ал қанекей шешейік онда. Ертең мен күнде сен қолыңды сүйкесең, кетер тұрыласың, тап-таза боласың. Сабын дейді, өте жақсы бала. Сабын. Мінекей, сабынмен екі қолымызды жуа кетеміз. Келесі. Шомылған баланы аймалап алады. Сүртеді қолыңды, сүртеді денеңді. Сүрті дейді, өте жақсы. Сүрге келіп, мінекей, сүргімен біздегі қолымызды сүртетін боламыз. Келесі. Қолы жоқ, сөзі жоқ, бірақ та тісі бар. Басымен тісі бар. Тарақ дейді. Өте жақсы. Мінекей, тарақпен шашымызды тараймыз. Қарап тұрсаң көзіне, сурет түсер көзіне. Ол суретің ұқсайды. Тура сенің өзіне айна дейді. Мінекей бала айна, иә? Біз өзіміздің бетімізді айнадан көреміз. Келесі. Жол арқасы сүйектен, қылшық қалың сүйекте, жалғыз баста жарады, бізге қызмет қылады. Жақсы. Мінекей тіс шөпкемен тісімізді тазалаймыз балаларымыз. Енді балалар, осы заттардың барлығы сендер үйлеріңде бар ма балалар? Иә. Біз осы заттарды қолданып тазалықты істейміз балалар. Сақтаймыз, иә? Бүгінгі балалар біздің өтетін тақырыбымыз балалар. Менің денсаулығымды, жеке басымның гигиенасы. Гигиена деген сөзді естідіңдер ме балалар? Естімеді, иә? Енді оқулығымыздың артындағы сөзіне қарайықшы. Гигиена деген сөз нені білдіреді екен? Сабина тауыпты, Сабина айтыңызшы. Гигиена, денені, киімді, тұрғын үйді таза ұстау. Жақсы отырады, өте жақсы. Балалар, гигиена грек тілінен аударғанда денсаулық әкелуші дегенді білдіреді. Гигиена тазалық сақтау және де ауруларды алдын алатын жолын балалар. Келесі енді балалар, топпен жұмыс істейміз. Топтарға тапсырмалар беріп, бірінші топқа екі баланы салыстырамыз. Қай балаға қандай көмек керек, соны береміз. Екінші топқа сөздерді заттарды сәйкестендіреміз. Көрсетеді. Үшінші топқа ережелер таныстырамыз. Аяқтарынан топ, қолымыз сапақтап тігіреміз. Аяқтарынан топ, соларды. Бірінші топ аяқтарды, өте жақсы. Тағы, қай топ аяқтады? Екінші топ аяқтады, жақсы. Үшінші топта аяқтап қалған сияқты. Ал бірінші топтан келіп, жұмыстарымызды көрсетіп, қорғап шығамыз, келіп.
Бірінші балада таза, үсті таза, беті таза, шашы таралған. Ал, екінші бала қандай болады? Қандай болады екінші бала? Кір қосылған, кір, тымаған, шашы таралмаған. Оған қандай көмек бересіңдер? Мен оған сабыр беремін. Зұңғыме паста берем, қара, сүткі. Содан кейін ол бала қандай болып шығады? Таза болып шығады. Сіз жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Екінші топ келеміз. Келіп, жұмыстарыңды қорғап шығыңдар. Айна мен Жанбике жұмыстарын жақсы. Отыра қойыңдар. Екінші топта өте жақсы қорғап шықты жұмыстарын. Ал, үшінші топ келеміз. Кім келеді? Үшінші топ. Келе қойыңдар. Ал, даусымыз шығарып айтамыз. Қолды жуу, шашты тарау, денені таза ұстау. Тұрғын үйді таза ұстау. Апта сайын моншаға түсу. Өте жақсы. Үшінші топта гигиена ережесін өте жақсы құрастырыпты балалар. Отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Балалар енді осы үш топ бір-бірімізді бағалайықшы. Бірінші топты екі топ бағалайық. Жақсы бұл өте бағдарша түстермен бағалады. Өте жақсы. Қорғап шықты. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Енді екінші топты үшінші топпен бірінші топ бағалаймыз. Жақсыды көрсетіпті. Өте жақсы. Қорғап шықты, иә? Жақсы, отыра қойыңдар. Жарайсыңдар. Енді үшінші топты екінші топпен бірінші топ бағалайды. Әнекей, жақсы түсін көрсетті бағдаршамын, иә? Жақсы, өте жақсы қорғап шықты үшінші топты. Жарайсыңдар балалар. Барлығын өте жақсы қорғап шықтыңдар жұмыстарыңды. Бүгінгі тапсырманы өте жақсы түсінгендеріңді көріп тұрмын. Қазір бізде қандай жұмыс керек? Төбеден көрін жолды, иә? Ұстап, не істейсіз? Енді балалар, бізге балалар ұстаған хат келіпті осы. Көктем айында. Қанекей, келікші. Ұстаған хат келгеннен. Осы ұстап кейін не жазыпты балалар? Отыршы. Былай дейді. Досыма хат дейді. Сәлем, жас дос. Міне, жылы жаққа ұшып келдік. Күзде біз ұшып кеткенде сендер кішкентай едіңдер. Мектеп табалдырығын енді аттаған болатынсыңдар. Міне бүгін ойларың да өскен. Енді бүгін біздің сұрақтарымызға жауап беріңдер. Сендердің білімдеріңді көрейік дейді. Ал енді ұстардың сұрақтарына жауап берейік балалар. Гигиена дегеніміз не дейді? Кім жауап береді? Сабина. Жақсы, отырады. Жарайсың. Екінші сұрақ. Гигиеналық ережелерді ата дейді. Қандай еді? Қандай айтайықшы бәрі? Өте жақсы. Тағы да? Аяна? Жақсы. Сабина? Жақсы. Саяна? Жақсы. Аяна? Жақсы. Каусар? Тамақ ішер алдан тұрып жуу керек. Өте жақсы, жарайсың. Келесі сұрақ. Егер гигиеналық ережелерді сақтамасаңдар, не болады? Қырғызшана болады. Не болады? Лас болады. Не болады? Үстіміз жаман болады. Одан кейін не болады? Кір болғаннан кейін не болады балалар? Достар ойнамайды. Ойнамайды.
Мінекей, ауырып қалуымыз мүмкін дейді. Төсегіміз кір болып қалады. Мінекей, төсектеріміздің бәрі кір, лас болады, иә? Үйіміз лас болады. Өте жақсы. Келесі өз ағзаңды аурудан қалай қорғауға болады дейді. Үстімізді таза ұстау керек. Жақсы. Сабина. Пайдалы тағамдар жеу керек. Мінекей, пайдалы тағамдар жеу керек дейді. Көкөністер жеу керек. Көкөністер жеу керек. Жемістер жеу керек. Жақсы. Тазалықтарымыз, тазалық сақтау керекпіз әрі, иә? Жақсы. Жақсы бала. Бала, біздің сабағымыз, бүгінгі сабағымызды қалай өткен бала? Кімге сабақ ұнады? Сабақты жақсы түсінген балалар, сабақ ұнады десек, алдымызға істейді балалар. Біз күннің көзінен келіп жақсырайық. Ал сабақ мүлде ұнаған жоқ, ештеңе түсінбей десек, бұл қалай жақсырамыз? Атымызды жазамыз.